Саламатсыздар ма оқушылар? Қазір сіздермен математика пәнін бастаймыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір бағыттағы қалып қою қозғалысы. Оқушылар, екінші тапсырмаға қараймыз. Екінші тапсырма бізге сызба берген. Сызбаға қараймыз, өрнектерді оқимыз. 60 пен 10-ның айырмасы 200 пен 50-дің бөлінісі. Қандай формулаларды қолдандық? Қарап жазып алайық балалар. Оқушылар, келесі үшінші есепке қараймыз. Бұл да бізде мәтін есеп. Есептің берілгені бір елді мекеннен бір уақытта және бір бағытта сағатына 75 км жылдамдықпен жеңіл автокөлік шықты. Және сағатына 50 км жылдамдықпен автобус жолға шықты. 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады? Ол үшін бірінші біз 1 сағаттағы арақашықтығын тауып аламыз. 1 сағатта арақашықтығын табу үшін 75 км-ден 50 км-ді азайтамыз. Сонда екеуінің 1 сағаттағы арақашықтығы 25 км, ал 3 сағаттағысы 75 км. Оқушылар, немесе оқулықтағы есінде сақтаға қараймыз балалар. Қалып қою жылдамдығын табу үшін балалар жылдамдықтардың айырмасын есептеп аламыз. Жаңағы үшінші есептегі 75 км мен 50 км айырмасын табу, бұл бізде есепте қалып қоюды тапқанымыз. Енді соны 3 сағатқа көбейтіп, арақашықтығын таптық. Енді сол сияқты келесі есеп 4-ке қарайық балалар. Бір елді мекеннен бір уақытта және бір бағытта сағатына 70 км мен жеңіл автокөлік шықты. Және сағатына 90 км жылдамдықпен автобус жолға шығады. Неше сағаттан кейін олардың арақашықтығы 60 км болады. Бұл жерде жылдамдықты тауып аламыз. Дәл жаңағыдай 90 км-ден 70 км-ді азайтамыз. Енді бізге қашықтық белгілі. Қашықтықты жылдамдыққа бөліп, уақытты табамыз. Сонда 60-ты 20-ға бөлсек, 3 сағат шығады оқушылар. 3 сағаттан кейін жеңіл автокөлік пен автобустың арасы 60 км болады. Келесі балалар 5-ші есепке қараймыз. Бізге сызба берген. Сызбаға қарап отырып, есеп шығарамыз. Жылдамдықтар белгілі, уақыт белгілі, қашықтық табу керек. Қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Енді мына құрастырған есепке қарайық балалар. Бір уақытта және бір бағытта сағатына 16 км жылдамдықпен бір кеме жүзіп шықты. Ал екінші кеме сағатына 25 км жылдамдықпен жүзіп шықты. Олардың 4 сағаттан кейінгі арақашықтығы қандай болады? Ол үшін 25 км-ден 16 км-ді азайтамыз, сосын уақытқа көбейтеміз. Екеуінің арасы 36 км. Келесі 6-шы есеп. Бұнда дәл осындай, бірақ бұл жерде балалар қашықтық белгілі, уақыт белгілі. Енді біз жеңіл машинаның жылдамдығын табамыз. Ол үшін балалар бірінші арасындағы арақашықтықты уақытқа бөліп алайық. Яғни 60 км-ді 3 сағатқа бөлеміз. Сонда болады қалып қою жылдамдығы 20 км. 70 км-ден 20 км-ді азайтамыз. Жеңіл машинаның жылдамдығы сонда сағатына 50 км. Енді ең соңғы есеп 8-ші есепке қараймыз. Елді мекендердің бірінен 2 автобус бір уақытта және бір бағытта жолға шықты. Бірінші автобус сағатына 65 км жылдамдықпен жүрді. Ал екіншісі одан жылдамырақ жүрді де 2 сағаттан кейін бірінші автобустан 40 км-ге осып кетті. Екінші автобус қандай жылдамдықпен қозғалады? Бұл жерде қашықтық белгілі, уақыт белгілі. 65 км-ге жаңағы 40 км-мен 2-ның бөлінісін қосамыз. Бұл себебі 2 сағатта 40 км осып кетті ғой. Сондықтан әуелі 1 сағатта қанша километр озғанын тауып алайық. 1 сағатта 20 км артық жүрді. Демек, екінші автобус 80 км жылдамдықпен жүрді.